Бүгінгі видеода мен сіздерге өмірімде ең қиын жұмыстар туралы айтамын. Bir күні менің досым маған айтады, 2 машинаның мүшектерін түсіру керек. Төртеуміз, әрқайсымызға 5000 теңгеден береді деді. Сол кезде 5000 теңгеге 50 биткоин, 70 каша, 2 колбаса алуға болатын еді. Ар жағында тиын қалып қалушы еді. В общем, нормальный ақша. Оның өзінде біз төртеуміз. Оңайлы. Осылай ойладым, бірақ 20 тонналық 2 күрзәктің ішінде толған мүшектерді көріп, мен түсіндім. Бұлай ешқашан қателеспегенімді. Бұдан жақсылықпен бас тартып, оған "Ты чё, Иван?" Но, мен сол кездері оптимист болғам, стаканның суы полный толып тұратын. Неге дейсіздер ма? Әдемі көрінеді. Сондықтан мен айттым: "Ну, жігіттер, күрзәк біз ойлағаннан да үлкен екен. Кішкене күш қосып, 2 сағат істеп тастайық." Кеттік. Мен қолым істемей жатыр. Әлі братан, жарты қалды. Кішкене істеп тастайық. Болды, мен шаршадым. Я убью себя самого! Брат, тоқтауын тіпті қажет жоқ. Біз почти жетіп қалдық. Давай жалғастырайық. Мамам үйге айтқым келеді, бұл жақта өлмемейді. Да, 40 тонналық мүшектерді азан сағат 9-дан түнгі сағат 1-ге дейін төртеуміз -5 градуста 2 подходпен бірінші газельге, сосын қысқатқа 50 метр жүріп апару керек болды. Бұған келісу күмәнсіз жаман решениялардың бірі болды. Бірінші сағаттары оңай болды. Біз жақсы көңіл күймен көбісін тасып тастадық. Бітуіне жақындағанда үйге бара алатыныма сенбедім. Кейбір достарым есінен алжаса бастады. Үйге келіп шашаңқы дауыспен өзімнің қызыма "Есікті аш, мен ақша әкелдім" деп жерге құлап, 16 сағат бойы қимылдамай ұйықтадым. Келесі күні достарыммен кафеге бардым. Кеше жұмыс істедім, енді жақсы тамақ ішуге қақым бар. Сосын мен шекке қарадым. Шекте 2000 теңге тұрды. Мен түсіндім, бар болған 20 минутта өзімнің ақшамның жарысын жеп қойғанымды. Әшейін 16 сағаттық жұмыс, 40 тоннан астам аралақтырылған мүшектер. Әшейін жай ғана жеп, кешкісін түшу тұра мағынада. Сол кезде обидно болды. Мен өзіме өзім сөз бердім, енді баспен жұмыс істеуге. Где деньги, Лебовский, где чертовы деньги? Говнюк, быстро признавайся. Осымен бітті. Видеоны канал жазыл, лайк басып кетуді ұмытпа. Қош сау бол, келесі кездескенше.